Еліміздің барлық мектептері 6 сәуірден бастап 4 тоқсанды қашықтан оқыту форматында бастады. Қашықтық сабақ әдеттегідей 40 минут көлеміндегі сабақ емес. Қашықтан берілетін сабақтың әдіс-тәсілдері, қағидалары да басқа. Бұл мұғалімнің өзіне керек нәрсе. Бұл мұғалім жұмысының жаңа шарты. Ең бастысы, оқушылар мұғалімнен қызықты, тартымды сабақ күтеді. Осы орайда мектебіміздің ағылшын тілі әдістемелік бірлестігі оқушылардың үй жағдайында ағылшын тілін меңгеруін жетілдіру мақсатында бірқатар әдістемелік жұмыстар жүйесін әзірледі. Мұғалімдердің оқушылармен Hangouts, Zoom платформаларымен онлайн сабақ түсіндіруі. Бұл платформалардың мұғалімдердің жаңа тақырыпты түсіндіруде көмегі зор. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз дистанциялық оқу барысында ағылшын тілін қалай Zoom программасы арқылы өтіп жатқанымызды көрсетеміз. If it ends to the consonant, you have to add one more consonant letter. Сабақ барысында оқушылар Google Classroom платформасында жұмыс жасайды. Бұл платформада мұғалім керекті материалдарды жариялай алады. Оқушылардан келген жұмыстарды жеке тексеріп, кері байланыс жасай алады. Қайырлы күн. Қазір мен Google Classroom платформасын қолдану арқылы оқушыларға сабақтың материалдарын, үй тапсырмаларын жүктеудемін. Кері байланыстың маңыздылығын ескере келе, Quizlet, Quizzes, Poll Everywhere секілді компьютерлік бағдарламаларды қолданады. Бұл бағдарламаларда мұғалім тапсырмаларды түрлі сипатта бере алады және оқушылармен кері байланыс жасай алады. Саламатсыздар ма? Бүгін сіздерге өзімнің сабақ барысында қолданатын компьютерлік бағдарламамен таныстырмақшымын. Бұл бағдарлама арқылы сіздер оқушыға тапсырманы беріп, сол мезетте ақ оларға кері байланыс жасай аласыздар. Бағдарламаның аты Poll Everywhere деп аталады. Алдымен Google-ға Poll Everywhere деп бағдарламаның атын жазамыз. Және де бірінші тұрған ссылкаға кіру арқылы біз осы бағдарламаны ашамыз. Мен бұл бағдарламаға тіркелгендіктен, менің дайын тапсырмаларым MyPost деген жерде, яғни файлда сақтаулы тұр. Егер жаңадан тапсырмалар құрастырғыларыңыз келсе, Create деген батырманы басу арқылы жаңа тапсырма жасай аласыздар. Енді қазір сіздерге оқушыларыма тапсырманы беріп және оларға кері байланыс жасау түрін көрсетемін. Менде Model Verbs деп аталатын тапсырма жинақталған. Play'ді басу арқылы қазір оқушылардың қалай жауап беретінін мысал ретінде сіздерге көрсететін боламын. Мінеки тапсырма, яғни сөйлем берілді, бұл жерде керекті адалды етістікті қою қажет. Қарап отырғандарыңыздай, төменгі сол жақ бұрышта таймер, яғни уақыт көрсеткіш берілген. Сіздер оны өз қалауларыңыз бойынша қоя аласыздар. Және қазір кімнің қалай жауап бергенін қарайтын боламыз. Яғни Ladybot деген шығып, яғни бұл бізде жеңімпаздардың тақтасы, кім қанша балл жинап жұмыс жасады. Келесі сөйлем. Осы сияқты тапсырмалар беріледі. Сіз қалауларыңыз бойынша жауапты 2 немесе одан да көп мөлшерде бере аласыздар. Және сол бойынша баланың дұрыс не бұрыс жауап бергенін қарай аласыздар. Мысалға менен Нұрай бірінші орында, Диана екінші, Шұғыла дұрыс жауап бермеді деген сөз. Қашықтықтан оқыту процесіндегі негізгі платформалардың бірі күнделік болып табылады. Бұл платформамен де бірлестік мұғалімдері кеңінен жұмыс жасауда. Мұғалімдер сабақты кеңінен түсіндіру мақсатында бейне жазбалар мен презентациялар дайындап, сабақты қызықты өтуде. Саламатсыздар ма? Дәл қазір мен 5-ші класстарға арналған тақырыпқа сәйкес презентация жасап отырмын. Interview with a swimmer. Бұл аудиосы, тапсырмасы.
үй жұмысына. Енді осы презентациямды мен жүктеу керекпін. Датасына басып. осылай жүктеледі, оқушылар өз тапсырмасын көре алады. Және де мен мына жерден кімнің жасап, кімнің жасамай отқанын тексеріп бағаларын қоя аламын. Назарларыңызға рахмет. Сонымен қоса, Исмамбетова Қазына Нағашыбайқызы Ресей мұғалімдеріне арналған Sky Teach вебинарына қатысып жатыр. Бұл вебинарда карантин уақытында қандай сайттармен жұмыс жасаған тиімді екенін, олардың артықшылығы мен кемшілігі жайлы айтылады. Мәселен, Schoology, Canva, Sky Smart платформалары ұсынылды. Бұл вебинардың әрі маңызы, әрі пайдасы көп болды. Hello, boys and girls. The theme of our today's lesson is first conditional. Yani бұл тақырыбымыз first conditional. Егер есіңізде болса, алғы отырысында өткен болатынбыз, бұл тақырыпқа есалу дейін. Қазақ тіліндегі бұл шартты бағыныңқы сөйлем. Екі бөлім тұратынын білеміз. Қазақ тілінде басыңқы және бағыныңқы бөлім. Ағылшын тілінде бұл if part and the main part. In if part we use present simple, in main part we use will plus infinitive, yani future simple. Ендігі кезекте сіздерге пайдалы бағдарламалар жайлы айтамыз. Қашықтықтан оқыту оқушылардың өз беттерінше көбірек жұмыс жасауын қажет етеді. Сол себепті оқушылардың үй жағдайында ағылшын тілін меңгеруін жетілдіруге көмектесетін көптеген бағдарламалары бар. Мен соның ішіндегі listening skills, яғни тыңдау дағдысын жетілдіретін бағдарламаны ұсынбақшымын. Ең алдымен бұл бағдарламаның атын компьютерге жазатын болсақ, мынадай сайтына кіреміз. Және бұл сайтта, яғни бағдарламада ағылшын тілінің негізгі деңгейлеріне сәйкес, яғни 1-ден 7-ге дейінгі, яғни деңгей бойынша 2000-ға жуық мінеки аудио және видео материалдар қамтылған. Мысал ретінде бірінші деңгейдің тапсырмасын қарайтын болсақ, әртүрлі тақырыпта likes, dislikes, verb, яғни негізгі, яғни қарапайым, ең алдымен бірінші деңгей болғандықтан қарапайым тапсырмалар және тыңдалымдар қамтылған. Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге reading skill, яғни оқылым дағдысы жайлы айтамын. Балаларыңыздың мәтінді, түрлі ертегілерді түсініп, әрі оңай оқығанын қалайсыз ба? Олай болса мен сіздерге ESL Fast сайтын ұсынамын. Мінеки, ESL Fast деп теру арқылы осы сайтқа кіре аласыздар. Бұл сайтта beginnerден intermediate деңгейіне дейінгі қарапайым дауыстық мәтіндердің үлкен жиынтығы бар. Мінеки, көріп тұрғандарыңыздай, оңайдан қиынға арналған мәтіндер. Ең алдымен бірінші деңгейлі мәтінге кіріп көрейік. Start reading for children 1. Going to the zoo. Алдарыңызда мәтін. Бұны ең алдымен оқымас бұрын тыңдап алуға болады. She goes to the zoo. She sees a lion. The lion roars. Осылай барлық мәтінді тыңдап, және де оны тыңдап оқып қана қоймай, түрлі жаттығулар орындауға болады. Мінеки астына түссек көреміз. Бірінші vocabulary, яғни сөздік. Мына көріп тұрған сөздеріңіз біздің оқыған мәтінімізде қолданылған сөздер. Біріншісіне кіріп көрейік. Осы сөздің ең алдымен оқылуын тыңдап алайық. Banana. Және де суретін көруге болады. Мінеки осылай. Және де осы бананның ағылшын тілінде қысқаша мағлұматын біле аламыз. Келесі бізде close. Бұл жерде мәтін берілген, біздің бағана оқыған мәтініміз, бірақтан кейбір сөздері түсіп қалған. Соны біз өзіміз тауып жазуымыз қажет. Яғни бұл жаттығудың жақсы жері баланың жадын, яғни памятін жақсартады. Осылай жазып, чектеп тексеріп аламыз. Келесі бізде sentences, сөйлемдер. Мына жерде сөздердің орындары алмасып кеткен, соларды біз өзіміз тауып жазуымыз қажет. She goes to the zoo. Check. Дұрыс болды. Және де төртінші тапсырма бізде dictation, яғни диктант. Бұл жерде екі дағды қамтылған, тыңдалым және жазылым. She goes to the zoo. Енді осыны мына жерге жазуымыз қажет. Мінеке жаздық, енді чектеп тексере аламыз. Correct, дұрыс болды. Бұл сайттың осындай жақсы мүмкіншіліктері бар. Сіздерге осы сайтқа кіріп, ағылшын тілінде оқу дағдысын жақсартуға кеңес беремін. Сәлеметсіздер ме?
мен сіздерге speaking skill, яғни балаларыңыздың сөйлеу дағдысын дамыту туралы айтамын. Балаларыңыздың ағылшын тілінде сөйлеуді тез үйренгенін қаласаңыздар, мен сіздерге ESL Gold веб-сайтын ұсынамын. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл бағдарламада сөйлеу дағдысын дамытуға арналған. Мұнда сөйлеу дағдысын дамытуды неден бастау керектігі туралы да жазылған. Бағдарламаға кірген соң сіздерге бірінші тіркелу қажет, сонымен қатар ағылшын тілінде сөйлейтін достар табу қажет, және ағылшын тілінде тәжірибе жасап көруге мүмкіндік аласыздар. Егер сізде Skype платформасы болған болса, сіз онлайн түрде сөйлесуге мүмкіндік ала аласыз. Және де бұл бағдарламадан сіздер түрлі тақырыптар таңдай аласыздар, және сол тақырыптарға қатысты әңгімелерді, яғни тыңдай аласыздар. Мысалы, сөйлемдерді тыңдап, оларды қайталауға мүмкіндік аласыздар. Әртүрлі тақырыптардағы әңгімелерді, диалогтарды оқи аласыздар, және де оларды видеодан көре аласыздар. Мысалы, фрейзесті баса отырып, сіздер видеоны көруге мүмкіндік аласыздар. Мысалы, көріп отырғандарыңыздай ESL Gold бағдарламасын пайдаланып көрсеңіздер болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.